Қайырлы күн қыздар, біз личный кабинетпен танысатын боламыз. Ол үшін мына ең астында тұрған, оң жақ бөлімде тұрған осы батырмаға өтеміз. Бұл біздің жеке кабинетіміз. Бұл бөлімнің әрқайсының өзіндік мағыналары бар, солармен жеке-жеке түсіндіріп өтейін. Мына ең жоғарғыда тұрған номер тұрған бөлік. Бұл жерге сіз өзіңіздің атыңызды жаза аласыз, фотоңызды қоя аласыз, дата, день рождения, пол барлығын ішіне кіріп өзгерте аласыз. Және де одан кейінгі тұрған мына қара иероглифпен тұрған бөлім, бұл біздің осы уақытқа дейінгі алған товарларымыздың тізімі. Осы қара иероглифпен тұрған. Және одан кейінгі астыңғы бөлімге өтсек, мінекей, мұнда 5 бөлім тұр. Бұның біріншісі кошелек бөлімі. Бұл яғни біздің товарды алып, таңдап, ұнатып, соңғы төлеуге дейінгі апарып төлемей тастаған товарлардың тізімі осында тұрады. Яғни ұнатқан товарыңызды мысалға соңына дейін апарса төлемей кетесіз ғой, солардың барлығы списктің барлығы осы кошелек бөлімде тұрады. Мына екінші тұрған стрелка бөлім, бұл сіздердің товарларыңыздың төлеген товарларыңыздың тізімі тұрады. Яғни сатып алған товарларыңыздың тізімі осы бөлімде тұрады. Одан кейінгі мына ортасында тұрған сағат бөлімі, бұл сіздің товарларыңызды уже продавец упаковкалеп жатыр деген сөз. Бұнда продавецке 48 сағат беріледі. 48 сағаттың ішінде упаковкалеп карғоға жібермесе, мұнда сіз продавецке сұрақ қоя аласыз. Сіз жаңағыдай, неге менің товарым кетпей жатыр деген сияқты. Одан кейінгі мына КамАЗ бөліміне келетін болсақ, бұл КамАЗ бөлімі сіздің затыңыз уже упаковкаленіп біздің карғоға жетті деген сөз. Қазақстанның карғосына жетті деген сөз. Және де одан кейінгі 5-ші бөлім, бұл отзыв бөлімі, яғни товардың бәрі упаковкаленіп карғоға жетіп, уже Қазақстанға келе жатқан товарлар, продавец уже сізден комментарий, отзыв, оценка күтіп отыр деген сөз. Одан кейінгі ең астындағы қара иероглифке түсеміз. Бұл біздің карточкамызды тіркейтін бөлім. Одан кейінгі астындағы 5 бөлім қызылмен тұрған. Оның біріншісі бұл купон бөлімі, яғни осы бөлімге кіріп акциямен тұрған товарларды өзіңіздің жиналып тұрған купондарыңыз болса, соған ала аласыз. Ал мына тұрған екінші бөлім лайк бөлімі, яғни бұны корзина бөлімі деп айтсақ та болады. Біз ұнатқан товарымыздың астына лайк басып кетсек, ұнатқан товарымыздың барлығы осы тізімде тұрады. Одан мына үшінші бөлім, бұл плюс бөлімі, бұл жерде ұнаған магазиндерімізге подписка жасап кетсек, сол магазиндердің тізімінің барлығы осы бөлімде тұрады. Және де мына жерде төртінші, бұл аяқтың ізі тұрған. Бұл жерде біз осы уақытқа дейін қараған товарларымыздың тізімі, яғни біз бір товарды қараймыз, сосын оны жоғалтып аламыз, немесе суретке түсіріп алуды ұмытып кетеміз, немесе лайк басуды ұмытып кетеміз деген сияқты. Сол товарлардың бәрі, ұнатқан қараған товарларымыздың бәрі осының ішінде тұрады. Және де 5-ші бөлім юан тұрған бөлім, бұл возврат туралы ақпараттар тұрады. Яғни бір товарды алып, оны возврат жасасаңыз, сол туралы ақпараттар және сұрақтарыңыз болса, осы бөлімнен қарай аласыздар. Және ең астындағы мына оранжевыймен тұрған 2 рядты көрсеңіздер, бұның әрқайсының өзінің негізі ерекшеліктері, өзінің жаңағыдай әр бөлімнің өз мағынасы бар. Бізге бірақ керегі ең астындағы үшеуі, оның және де біріншісі мына лайк тұрған бөлім, бұл поддержка бөлімі десек болады. Яғни біз сайт туралы жаңағыдай туындаған сұрақтарымызды осы неге кіріп, бөлімге кіріп, қытайша сұрақтарымызды қоя аламыз. Және де ортасында тұрған мына локация бөлімі, бұл біздің каргоны тіркейтін бөліміміз. Және де ең соңғы тұрған настройка бөлімі, бұл жерден біз личный кабинеттегі өзіміздің аккаунт паролімізді өзгертсек болады. Және де басқа да тағы да бір жеке сұрақтарыңызды, жеке информацияларыңызды өзгертсеңіздер болады. Жалпы осы жеке кабинетке қатысты барлық керекті мағлұматтың бәрін айттым деп ойлаймын.